Алена тәте біздің камераға менен кейін бір айдан соң түсті. Алғаш рет камераға қалың шәл орамалға оранған, бүкшейген, түк күлмейтін кісі кіріп келгенде онша ұнамаған еді. Суық карантинде оған суық тиіп, көңіл күйі болмай тұрған кез екен. Бір айдан соң Алена тәте адам танымастай өзгерді. Етегі жер сызған ұзын белдемшелерін киіп алатын. Ақ түскен бұйра шашын әдемілеп төбесіне түйетін, оқтау жұтып алғандай тіптік жүретін. Уақыт өте келе көпті көргенімен сабырлы мінезі үшін камерадағылар оны қатты құрметтейтін болды. Бірақ ол имиджі де жасанды болып шықты. Әдетте ол дау мен ұрысқа араласпайтын, ал үлкен камерада ондай жиі болып тұрады. Түрмедегілер кез келген сылтауға бола ұрысқа беріс-керіс жасайды. Бәрінің жүйкесі жұқа. Түрмеге бірінші рет түскендерді екінші, үшінші түскендерден бөлек ұстайды. Біздің камерада бәрі бірінші рет түскендер сияқты болатын. Бір күні қазіргі Ресейде заңдағы ұрылар бар ма деген сұраққа талас басталды. Қылмыс әлемінің серкелерін санады. Олар қайда тұрады, қай түрмеде, қай лагерде деп сұрастырды. Алена тәте басында үндемей отырған. Бір уақытта шыдамай кетіп орнынан атып тұрды. Түрі алапат, екі беті алаулап тұр. Оның сөзінен соң камерада үнсіздік орнады. Өздерің білмейтін нәрсені неменеге талқылап отырсыңдар? Қазір қылмыс әлемінде серке жоқ. Кезінде менің ағам нағыз заңдағы ұры болған. 20 жыл қапаста отырған. Қапас деген не? Деп біреу абайлап сұрады. Қапаста сотталғандар жер астында өмір сүреді. Екі бүктеліп жүреді. Деп жауап берді Алена тәте. Сосын шіркін, баяғының кездерін айтсайшы деген әңгіме өрбіді. 30 жыл бұрын Алена тәтенің қызы ұсталып, түрмеге отырған екен. Алена тәте су жаңа Жигулиге мініп лагерге барады. Лагердің бастығына кіріп, сотта қызын мерзімнен бұрын шартты түрде босатсын деп келседі. Жигули сол күйі лагердің жанында қап кетеді. Қазір Алена тәте келінмен бірге әншейін бір әйелдің ас үйіне кіріп су ішіп 5 минуттан соң шығып кеткен үшін ұсталған. Бұлар шыққан соң қожайын әйел пәтердегі барлық алтын әшекейлері, жүзік алқаларын жоғалғанын айтып арызданыпты. Осыны айтып Алена тәте өзінің сабырлы қалпына қайта түседі. Төсегінің шетіне отырады. Басқа ешкім дауласқысы келмеді. Бәрі өз орнына қайтты. Алена тәте шындығын айтты ма, жоқ па, ешкімде оны тексеретін мүмкіндік болмады. Жалпы түрме мен лагерде шындық қайсы, өтірік қайсы түсіну қиын. Алена тәтенің жоғары жағынан керемет көрініс ашылатын. Жатқан адамға қарсы беттегі әкімшілік ғимаратының төбесі көрінетін. Сол кезде Андерсон ертегіні қалай жазғанын түсінгендей болдым. Ештеңе ойлап тауып керек емес. Үндемей бақылап жатсаң бәрі алақандағыдай көрінеді. Бірде бұлтты күні торлы терезеден ар жаққа қарап жаттым. Камера іші тым-тырыс еді. Күн райы бұзылса, көбісі ұйықтай береді. Көшеде де мүлгіген тыныштық. Күн жексенбі, қызметкерлер аз. Қарсы беттегі су боп тұрған шатырға қарға ұшып келді. Шатырдың жиегімен жоғары қарай жүрді. Жүрісіне қарап күлкім келді. Ұйықтап жатқандарды оятып алам ба деп өз-өзімді әрең ұстадым. Шатырдың ең жоғары жағына жеткенде қарға оңға қарады, солға қарады, сосын қарқ етті. Ар жақтан басқа қарғадан қарқ еткен жауап келді. Алыстан ұрғашысы ма, еркегі ме байқау қиын. Екіншісі де шатырдың жиегімен жоғары қарай жүріп, біріншісінің қасына кеп шоқиып отырды. Екеуі үнсіз. Сосын бір қарқ етті де ұшып кетті. Нағыз қойылым. Ар жағын өзің қиялдап, қарға қыз бен қарға жігіт туралы ертегі құрастыра салуға болады. Көктемдегі кездегі сіркіреген ақ жауындар басталды. Терезені айқара ашып тастаймыз. Темір тордың ар жағындағы жауынға қол созамыз. Жауын камераға құйылады. Өзіміз малмандай су боламыз. Соған бақытты болушы едік. Терезеде бұлай тұруға тыйым салынған. Бірақ кім сіркіреген жауын астында терезе тексеріп жүреді дейсіз? Жаңбыр бетіңе тигенде мұрныңа еркіндік пен тазалықтың иісі келеді. Алена тәтенің көңіл күйі болмаса, терезенің алдына тұрып алып, таза ауамен тыныстатпай жатырсыңдар деп күңкілдейтін. Бірақ мен бәрібір терезенің алдына шығып алатынмын, аспанға қарайтынмын. Мамырда таң ата салысымен терезеде мойылдың иісі бұрқырады. Тордан ары қарап ем, расында да мойыл аппақ болып гүл жарып тұр екен. 2 апта бойы гүл ашқан мойылға мәз болдық. Мойылдың гүлі түскен соң, әттең, жақын маңда боз қарағаның болмаған ай деп ішім ашыды.
Ескі кеңестік әнді еске алдым. Мойылдың мезеті өтті, боз қараған гүл ашты дейтін. Ертесіне мойылдың ар жағында бір топ боз қараған тұрғанын байқадым. Ол да гүлдей бастады. Бұл сәйкестік пе, әлде оларды қатар отырғызу салт па, білмедім. Еркіндікте жүргендер байқай бермейтін осындай керемет сәттер қамақта отырғандар үшін бір мереке. Өмір жалғасып жатыр дегенді сездіретін тылсым күш. Бәрі жақсы болады дегенге сенімің нығаяды. Нөмірі 306 камерадағы төңкеріс жасау талпынысы. Бір мезетте камераны ұстайтын Маринаға көпшіліктің көңілі толмайтыны анықталды. Меніңше ол қарапайым еді, аздап ашуланшақ болатын, бірақ камералас әйелдер оның әділетсіздігіне, әйелдерге тәкаппарлық көрсететініне риза емес. Бұның маған аса қатысы болмады. Мен бұл жерде уақытша екенімді білдім. Жатар алдында камерадағы екі пысық қыз қасыма келді. Екеуі де спидпен ауырады. Бәлкім сосын шығар, олар ештеңеге төзбейтін. Не ойласа соны тарс еткізіп айта салатын. Әдетте айтқандары да жөн сөз еді. Олар өзгелермен камераны ұстайтын қыз жайлы сөйлескендерін айтты. Камераны ұстайтын адамды өзгерту туралы әңгімені естідім. Бірақ олардың жаңа үміткері мен болатынымды білмедім. Бұл мені таң қалдырды. Біз сіздің болғаныңызды қалап тұрмыз. Маған мұндай қызмет керек емес дедім. Бірақ бұл бізге керек. Жақсы деп келістім. Бүкіл камера бір ауыздан қолдаса келсемін. 10 ұлттан тұратын, 10 елден келген 40 адамнан құралған камерадағылар қылмыс әлеміне ешқандай қатысы жоқ, түрменің бейпіл сөздермен сөйлемейтін, боқтамайтын адамды қандай себептермен камераны ұстасын деп таңдағандарын мен білмедім. Бұған дейін мені түрлі мемлекеттік лауазымдарда үсті-үстіне неге өсіргендерін де білмейтінмін. Жиналыс келесі күні кешке болуы тиіс еді. Бірақ камераны ұстайтын қыз бен оның қолдаушылары бірдеңені сезіп қалып, жиналысты болдырмады. Содан бір белсенді қыз мерзімін өтеуге лагерге кетті. Бәрі баяғыша қалды. Бірақ мен бір нәрсені анық түсіндім. Мен бұл жерден аман шығатынымды түсіндім. Мәскеулік достарым жалдаған адвокат маған үшінші күні келді. Мен оны бірінші рет көріп тұрсам да, туысым келгендей қатты қуандым. Оның қолынан түк келмеді. Бірақ мен үшін ол сыртқы әлеммен байланыс болды. Ол апта сайын келетін. Мен үшін бұл темір торы жоқ жермен әкімшілік ғимаратына дейін серуендеп келу еді. Еркіндіктегі адаммен сөйлесу. Мен қылмыс жасамадым ғой. Мені экстрадициялай қоймас деп үміттендім. Шын мәнісінде оның рөл болмады. Тұтқындармен алмасу келісімі бар. Мені бәрібір елге қайтарады. Апелляция жаздық, кассацияға бердік. 2 рет сотқа барды. Жоғары сотқа жазбады. Әншейін уақыт өлтіру екен түсіндік. Адвокат этап мерзімін айтамын деді, бірақ этап аяқ астынан болды. 2013 жыл 4 қыркүйек. Мәскеу түрмесінде жарты жыл отырдым. Мешімбаева, деді есіктің терезесінен біздің қабаттағы кезекшіліктің басы көрініп. Терезеге жақындадым. Сізде этап. Жиналуға жарты сағат дайын болыңыз. Камера астан кестең, дүрлігу басталды. Бәрі әбігерленіп жиналуға көмектесіп жатыр. Біреу мекен жайын жазып жатыр, біреу тамақ сап беріп жатыр. Мені пойызбен жібере ме білмейміз. Пойызбен жарты Ресейді басып өтесің. 2-3 ай жүруі мүмкін. Әлде ұшақпен апарама. Алена тәте алдын ала жиналу керек еді деп күңкілдей бастады. Көзі жасаурап жүр. Жарты жылда адамдар бір-біріне бауыр басып қалады екен. Есік күрс етіп ашылды. Шығамыз. Мен бөлменің ортасында тұрмын. Тезірек босап шығуларыңызды тілеймін. Мен құшақтасуды аса ұнатпаймын, дедім. Бірақ біз ұнатамыз деп, Тоня мені бас салып құшақтап бетімнен сүйді. Келесі Алена тәте, сосын басқалары, кезекші асықтырып жатыр. Екеуі сөмкемді шығаруға көмектесті. Ас үйдің басшысы Наташа дәлізге шыққанда құшақтап жатыр. Айыбым болса кешір мені. Мен де оны құшақтап тезірек босап шық дедім. Кезекші күлімдеп қарады. Жалпы түрме қызметкерлері камераластардың тату болғанын жақсы көреді. Төбелеспей, темір есікті тарсылдатпай өмір сүргендерін қалайды. Себебі жағдай әртүрлі болады. Бірінші қабатқа түстім. Бастан аяқ тексерді. Қанша дегенмен шетелге жіберіп жатыр ғой. Үлкен автозак. Жүргізуші мен 2 конвойер еркек бір өзімді ғана апара жатыр. Конвойерлер өзара сөйлесіп жатыр. Кешеде арнайы этап болды. Лаңкесті этапқа салдық. Қайда бара жатырмыз деп сұрадым. Әуежайға.
жеңілдеп қалдым. Президенттің ұшағына отырғызамыз деп әзілдеді бір конвойер. Домодедово әуежайына жақындадық. Көлікке азаматтық киім киген адам көтерілді. Қазақ. Бір түрлі сезім. Бір жағынан атамекеннен келген қазақ, бауырың, екінші жағынан қолыңа кісен салатын конвойер. Мешімбаева Анар Ертілеуқызы? Е, дауысы қобалжып тұр. Елге оралуға дайынсыз ба? Амалым жоқ, дедім сабырлы күйімде. Бәрі дұрыс па деп сұрады ресейлік конвой. Е, деді қазақстандық. Менің сөмкелерімді шығарды. Жіңішке темір баспалдақпен жерге түстім. Түн. Әуежайдың шамдары самсап, әйнектері жарқырап тұр. Екеуің алдан, екеуің арттан деп конвой бұйырып жатты. Қолымдағы кісеннің бір жағын конвойер бірінің қолына ілген. Даладан тез-тез өтіп, әуежайдың ішіне кірдік. Шамасы адам аз жүретін жерлермен өттік. Адамдар бар, бірақ алыста. Жарты жыл түрмеде отырған адамға әуежай хан сарай іспетті. Паспорт бақылауына келдік. Ресейлік конвой қоштасып кетіп қалды. Бұл бір ерекше паспорт бақылау екен, себебі айналамызда ешкім жоқ. Екеуміз терезенің алдына келдік. Терезенің ар жағындағы шекарашы қыз бір-бірден деді. Біз біргеміз дедім. Ол түсінді. Конвой кісен салған қолын көтерді. Басқа сұрақ жоқ. Бізді жылдам өткізіп жіберді. Конвой қолындағы кісенді шешті. Ұшаққа мінетін жерге кеп отырдық. Мен әжетханаға сұрандым. Рұқсат берді. Әжетхана қасымызда екен. Тез оралдым. Су ішесіз бе? Е, маған кішкентай бөтелкедегі суды әперді. Рахмет, отырмыз. Бір қызық сезім. Өмір бойы ұшумен болыппын. Бірақ 3 жылдан бері халықаралық іздеуде болғандықтан, 6 ай түрмеде отырғандықтан, әуежай басқа әлем сияқты болып көрінді. Кенет дауыс зорайтқыштан «Жолаушы Мешімбаева, ұшаққа отырыңыз» деп хабарлады. 2 рет қайталады. Конвой мені жылдам ұшаққа баратын жолға жетеледі. Ұшаққа біз бірінші болып кірдік. Бірінші қатарға отырдық. Терезенің жанында отырдым. Конвой бұлқан-талқан. Дүниені дүрліктірмей, білдірмей әкелмекші едік. Бәрі керісінше болды. Бірақ Астанаға ұшатын рейс жолаушылары ерекше жолаушыға мән бермеген секілді. Әлде естімеген, көрмеген кейіп танытты ма? Неғұрлым аз білсең, соғұрлым тыныш ұйықтайсың деген нақылды еске салды. Ұшақтағы тамақ үнемі бір стандартпен беріледі. Салат, контейнердегі тауық қосылған күріш, шай, кекс. Жарты жыл түрмедегі тамақтан соң мен бұны бәрін дым қалдырмай жеп қойдым. Таңғы 5-те ұшып келдік. Бүкіл жолаушы шығып кетті. Біз соңынан. Конвой кісенді қосарлады. Тәртіп солай. Ұшақтан түсіп үлгірмедік. Алдымыздан үлкен камерасы көтерілген жас жігітті көрдім. Конвой маған сыбырлап жатыр. Ешкімге білдірмей әкелсін деген бұйрық болған. Мынау біздің адам емес. Кім хабарлаған білмедім, бірақ екіұдай күйде қалдым. Репортер секеңдеп біздің алдымызға түсіп алды. Сосын мені отырғызған темір торы бар көлікке отырып алды. Мені автозакта түсірген сәтте қол бұлғағым кеп кетті. Көңіл көтеру үшін емес, оның жынына тию үшін. Қиналып, зорға келгені көрініп тұрды. Менің де қайғырған түрімді көргісі келген шығар. Алайда мен түрлі жағдайдан есеңгіреуден шаршағанмын. Камера ұстаған операторға мән бермедім. Автозактан тезірек шығып кетсе екен, тезірек жүрсек екен деп ойладым. Бірақ қайда баратынымды білмедім.